немере ағасының қамқорлығында. Ол болмаса ешқашан дастархан басына жайғаспайтын атасы анасынан кейін араға 2 жыл салып қайтыс болғанда Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам 8 жаста болады. Әбдімұталып дүниеден озбас бұрын балаларының басын қосып сүйікті немересін Әбу Тәліпке аманат етеді. Себебі Әбу Тәліп оның әкесі Абдулланың туған бауыры болумен қатар Хашим сияқты жомарт, ақ жарқын, ақ көңіл адам еді. Бірақ өзі өте кедей болатын. Басқа ағаларының Әбу Ләхәб дәулетті болатын. Алайда мейірімсіз еді. Әбу Тәліп жұпыны өмір сүрсе де хақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға аттай 40 жыл көмек көрсетіп, Әбдімұталипке берген сөзінде тұрды. Ол ақтық демі шыққанша әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға қолынан келген жақсылығын аямады. Әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық жүктеліп басына қиын қыстау күн туғанда әрдайым қасынан табылып, Меккенің адуында мүшриктерінен қорғайды. Әбу Тәліптің жұбайы Фатима да Әбдімұталиптің өгей бауыры Әсәдтің қызы болатын. Өз балалары аш отырса да аузындағысын жырып, бала Мұхаммедке беретін. Оны өз балаларынан да артық жақсы көруші еді. Хақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жеңгесі жайлы лебізін былай жеткізген. Ол дүниеден озғанда кейбір адамдар маған «Уа Алланың елшісі, қайдағы бір кәрі елдің қазасына неге сонша қайғырасың» дегенде, қалай таусылмайын, мен оның жанына жетім болып келгенімде, өз балалары аш отырса да мені алдымен тойдыратын. Ол менің туған анамдай болатын. Тарихшы Ибн Сағд Әбу Тәліптің балалары таңертеңгі ас үстінде асқа шүйілткенде әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның оларға ерік бермей, сыпайылық сақтап, енді қолын созғанда табақтың түбі көрініп қалатын және осы жағдайды байқағанда Әбу Тәліп ол үшін бөлек дастархан жайдартқанын айтады. Кішкентай шопан. Ол кезде Меккеде мектеп медресе жоқ болатын. Сол замандағы балалар секілді бала Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламда хат танымай өседі. Жасы кіші болғанына қарамастан малын бағып Әбдімұталип отбасына шамасы келгенше қолғабыс беретін. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам кей-кейде мал баққан күндерін есіне алатын. Бірақ той болатын естіп, жайып жүрген жаңалықтарын қасындағы серігіне тапсырып, қалаға тартады. Алайда жолда ұйықтап қалып, тойдың қызығын көре алмайды. Осыған ұқсас оқиға тағы да қайталанғаннан кейін той думанды ойына да алмайтын болды. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сахабаларға өткен барлық пайғамбарлардың мал баққанын айтып қалады. Сізде ме, я Расулалла, деп сұрағанда, ол иә деп жауап қайтарады. Хазіреті Әли әкесі Әбу Тәліп жайлы: әкем ел арасында тұрмысы жүдеу болса да беделді еді. Осыған қарамастан ол бір ұрулы елдің бетке ұстар ақылшысы, абызы болып абыройлы ғұмыр кешті. Әбу Тәліп түзде де үйде де үлгі көрсете білген адам. Құрайыштықтар су орнына ішкен ішімдікті әкесі секілді ешқашан аузына да алмаған. Жұпыны өмір сүрсе де шектен шыққан жомарт еді. Бірақ әттеген аяқ осы мәрттігінен қарызданып қала беретін. Ондай кезде тәуекелге бел болып керуенмен Шамға жол жүреді. Қарыздарынан құтылудың жалғыз жолы осы болатын. Монах Бахира. Әбдімұталиптің дүниеден озғанына 7 жыл өткенде, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның 9 жасында немере ағасы Әбу Тәліппен бірге Шамға аттанады.
жанында жақын тартатын немере ағасынан бір мезет болсын ажырағысы келмей, осы сауда сапарында онымен бірге болуды қалайды. Абу Талиб інісінің меселін қайтармайды. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам да жолда ағасына қолынан келген қызметін көрсетеді. Жастық шағында сирек те болса осындай сауда қамымен жолға шығады. Екі сәлем сардары саллаллаху алейхи вассалам 25 жасқа толғанда Хазіреті Хадиша өзінің кезекті керуенін сеніммен тапсырады. Бұл оның 30 жасқа дейін керуен саудасында тәжірибесінің қалыптасқандығын көрсетеді. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бастаған керуен Құдыс пен Шам аралығында Өлі теңіздің арғы бетінде Бусра елді мекеніне дейін барады. Шам бүгін Сирияның астанасы. Негізінде Шам атауы тек бір қаланың атын ғана білдірмейді. Қазіргі таңдағы Сирия, Лубнан және Үрдінді де қамтитын аймақтың жалпы атауы. Мекке керуендері белгілі бір уақытта осы жерде шамалы ат шалдырып, бел жазып, аяқ суытқаннан кейін сапарларын жалғастыратын. Византия империясының аумағында орналасқан бұл аймақта бір шіркеу болатын. Шіркеуде қуықтай бір бөлмеде қолмен жазылған кітап сақталатын. Аталмыш бөлмені және кітаптарды көздің қарашығындай сақтайды. Және осынау игі дәстүр ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тапқан еді. Қазіргі тілмен айтқанда шырақшының міндетін атқаратын монах дүниеден озғанда оның орнына басқа монах келетін. Шіркеудің сол кездегі монахы Бахира яһудилер тағатсыздана күткен және киелі кітаптарда ерекшеліктері білдірілген жуық арада келуі тиіс жұбатушының өзі өмір сүрген уақытта шығатынына толық сенімді болатын. Сондықтан оның келгендігі жайлы сүйінші хабарды естуді тағатсыздана құмартып күтіп жүретін. Меккеден шыққан керуен қонақжайға жақындай бергенде әлде бір бұлт монахтың назарын өзіне аударды. Керуен кілт тоқтағанда бұлт та қозғалмай қалады. Жолаушылар көлеңкелеген ағаш бұтақтары да әдеттегідей емес, бір-біріне тығыз ұйысып келгендерді саясына алады. Монах осынау құбылыстарды алыстан байқағаннан кейін кісі жіберіп керуен адамдарын асқа шақырады. Құрайыштар әуелгіде түсінбей секем алып екіұдай күйіседі. Өйткені монах арнайы қазан көтеріп асқа шақырған емес. Керуеншілер мән жайды түсінбей аң-таң, әйтсе де ризалық білдіріп асқа келеді. Тамақ артынан шай келеді, қонақтар жайғасып әңгіме қызығына берілген. Бахира ғана келгендер арасынан іздеген адамын таба алмай әбігерге түседі. Отырғандардың бірде-біреуі кітапта айтылғандарға сәйкес келмейді. Монах жиылғандарды көзімен сүзіп, көңілдегісін таппаған соң, араларыңызда келмей қалған адам бар ма деп сұрайды. Құрайыштықтар: ей Бахира, сенің шақыруыңа түгел келдік. Тек керуендегі дүниемізді күзетуге бір баламызды тастап кеттік. Қалғанымыз осындамыз деді. Бахира қоярда қоймай сол баланы да алдыртады. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам тамақтанған кезде қадағалайды. Ол дегенде жұмсақ тілмен балаға және немере ағасына бірнеше сауал қояды. Баланың тегін сұрайды. Абу Талиб оның сауалына аса мән бермей ұлын дей салады. Монах оның бұл сөзіне сенбейді. Абу Талиб бауырымның ұлы, ол анасының құрсағында жатқан кезде әкесі қайтыс болған дегенде ғана осы жауаптың дұрыс екендігін білдіреді. Астың соңында Бахира Абу Талибпен оңаша сөйлесіп, баланың болашақта пайғамбар болатын өзінің білетін мәліметтеріне басқа яһудилердің де қанық екен, олардың балаға зиян тигізіп жүрер деген қаупін жасырмайды. Көп аялдамай кету керектігін ескертеді. Абу Талиб оның кеңесіне құлақ асып, жолға жиналады.